Армысыздар, жұмысшы мамандығы арманнан арманға, яғни республика көлем бойынша жұмысшы мамандықтар насихаттау, сол кісілердің жасап атқан еңбегін жұртқа таныстыру, ертеңгі болашақ ұрпаққа көретін іс қалдыру мақсатында біз бүгін жылқышы Әмір Ерғалиұлымен сұхбаттасатын боламыз. Ал Әмір Ерғалиұлы, қош келдіңіз. Қай кезеңнен бастап жылқы шаруашылығымен, осы бие сауумен айналысып жатсыз? Қош көрдік. Бұл ата-бабаларымыздың келе жатқан киелі кәсібі. Оны атадан балаға тарап бұл жұмыспен айналысып жатырмыз. Әкеден балаға келіп, өзім кішкентай кезімнен атамның, әжемнің, әкемнің артынан еріп, осы іспен айналысып кеткен болатынмын. Осы кәсіптің қыр-сырына үңіліп, осы жасқа дейін жылқышы мамандығымен, жалпы жылқышы жұмысымен айналысып келемін. Жалпы жылқы мен қазақ өзі бір егіз ұғым, жылқы мен қазақты ажыратуға болмайды. Жалпы сіз енді сол жылқыны бағып, баптау, соның қымызын сату бойынша енді өзіңізге табыс түсіресіз ғой. Жалпы сол шаруашылықтың қиыны мен қызығы туралы, жалпы күніне қанша литр қымыз сатасыз және қымызға деген сұраныс бар ма, сол жайлы айтып кетсеңіз? Жылқыны өсіру, жылқыны баптау бұл өте ауыр және өте жауапкершілігі мол жұмыс деп санаймыз. Әр аттың өзінің, қалай айтсам екен, әр аттың өзінің мінезі болады, өзінің талғамы болады. Әр жылқыға адам подход дейді ғой, подход табуы тиіс деп ойлаймыз. Қымыз дегенде, бұл қымыз сату кәсібі, қымыз сату кәсібімен әрине айналысамыз. Ол біздің отбасымызға, әулетімізге табыс әкеледі. Әсіресе мереке күндері біз Көкшетаудың қала маңындағы ауылдарға қымыз сатуға тырысамыз. Мереке күндері қымыз сатумен айналысамыз, қымызды дайындаумен айналысамыз. Оны өзім ғана емес, атам, әжем жалпы қымызбен жұмыс жасауды өте жақсы біледі. Мені де үйретіп келеді осы жасқа дейін. Солай табыс тауып жүреміз. Олай болатын болса, қымыз жайлы бағанан бері әңгіме өтіп жатсыз ғой. Қымыз дейтін болса, осы Жаңарқаның қымызы деген аты шулы естіліп тұрады. Осы Көкшетаудың қымызы деп, сол Жаңарқаның қымызындай бір қымыз дайындап, жұртшылыққа, мейман жұртқа ұсынатын ойыңыз жоқ па? Сондай ниет бар. Шынымызды айтсақ, қазір жақын арада отбасымызбен солтүстік Қазақстан облысындағы жеке кәсіпкерлермен байланысқа түскен болатынбыз. Біздің негізгі мақсатымыз Ақмола облысының, яғни Көкшетаудың қымызын басқа өңірлерге де көрсету. Біз жай ғана қымызды сатумен ғана айналыспаймыз. Біз оған қоса өзіміздің жеке кәсіптегі неше түрлі қыр-сырымен танысып, жеке тәжірибемізді әрі қарай өрбітуге тырысамыз. Бұл біздің болашақтағы жеке өзіміздің бастап жатқан ісімізді, кәсібімізді дамытуға, өсіруге өз үлесін қосады деген ойдамыз. Болашақта басқа өңірлердің де, мысалы, жалпы өзімнің ниетім, өзімнің арманым ол оңтүстіктің кәсіпкерлерімен тығыз байланысты жұмыс жасау. Өйткені олардың жалпы қымызбен, қымыз сату, жалпы жылқышы кәсібімен айналысу жұмысы өте қатты дамыған. Қазақстандағы ең ірі жеке кәсіпкерлер, жылқышы мамандар сол өңірде жұмыс жасайды. Олай болатын болса, сіздің жасап атқан еңбегіңіз ол қазақтың мәдениетіне, қазақтың руханиятына қосып атқан үлесіңіздің бірі, ол қымыз сату деген біздің қазақтың өзі ата салт сусыны ғой. Сондықтан жылқы деген қазақпен жылқы егіз ұғым дедік. Сондықтан ісіңіз ары қарай өрге баса берсін, үбірлі шүбірлі болыңыз, кәсібіңіз алға жылжып, дами беріңіз.